Tapsırılmagan baldarda үй тапсырмасына дайындалып отырамыз. Сіздерге де қосымша сұрақ арқылы үй тапсырмасын қосымша сұрақ арқылы бағалаймыз. Яғни мен қазір сіздер әлеуметтік желіні таңдағандықтан мен сіздерге бағалауды лайк арқылы бағалауды шештім. Әрбір үй тапсырмасына жауап берген балаға арқылға лайк тапсырып отырамыз. Сабақтың соңында лайкты санау арқылы топтық бағалау жүргіземіз. Түсінікті ғой, иә? Көшпелі қоғамның негізгі белгісі шежіре айту. Дәстүрлі топ тайпалық ұйым кез келген көшпелі қоғамға тән. Олар мен тайпаларға бөліну көшпелілердің қоғамдық өмірінде маңызды рөл атқарады. Олар мен тайпалар патронимиялар, яғни ер адам жағынан аты тегі ортақ топтар шежіре қатар түрде әке жағынан есептеліп, баладан әкеге қарай 30 және одан да көп ұрпаққа дейін айтылады. Жарайсың. Яғни ру дегеніміз ол патронимия деп айтты, жаңа ол әкеден балаға қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып дами беретін туыстық қатынас екен. Ұлы жүз жайлы не білеміз? Ұлы жүз қазақтары жетісумен батысқа дейін қарай жерлерде иеленді. Олардың көшіп қонуы солтүстігінде Балқашқа дейін, оңтүстігінде солтүстік Тянь-Шань қыраттарына дейін, шығысында Жоңғар алатауы мен Ардағатайға дейін Іле өзені салаларында орналасты. Іле өзені мен оның салалары оңтүстік орналасты. Ұлы жүздің қысқы жайылымдары жазғы жайылымдары Алатау тауларында орналасты. Яғни, кеше біз үй тапсырмасын бөлісіп жатқанымызда ержігіттің өзі кіші жүз болғандықтан кіші жүзді мен алайыншы деп керемет кіші жүзге дайындалып келген екен, ерасыл отырады. Қазақта мынандай сөз бар, жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Яғни біз жеті атаға дейін қыз алыспағандықтан дүние жүзіндегі ең қаны таза халық қазақ халқы болып есептеледі екен. Арамызда жеті атамызды білетіндер бар ма? Кім біледі? Сайчан қана айта қойшы жеті ата. Яғни ақсүйектерге жүзге жатпайтын сұлтандардан шыққан, Шыңғыс ханның ұрпағынан шыққандар ақсүйектерге жатқызылды, иә? Мынандай екі сурет тұр. Суретке мән беріп қарасаңыздар, әжеге не деп жазып қойған? Аттила деп жазып қойған. Томирис. Аттила дегеніміз кім? Бұлардың басшысы. Бұлардың басшысы. Томирис? Сақтардың патшайымы, иә? Аттила Томирис сақтардың патшайымы. Яғни, бүгінгі тақырыбымыз қандай болады екен? Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. Сақтар да, ғұндар да Қазақстан аумағындағы ертедегі тайпалық одақтар мемлекеттер болғандықтан бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан аумағындағы ертедегі мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. Яғни бүгінгі оқу мақсатымыз Қазақстандағы ерте көшпелілердегі мемлекеттілік белгілерін анықтау үшін мемлекет, билік, саяси ұйым ұғымдарын пайдалану. Бүгінгі сабағымызда кездесетін термин сөздер. Мемлекет дегеніміз не? Ерте көшпелілер, көсемді, гүлмі, шанби, күреңбасы. Мемлекет дегеніміз не? Біз өттік қоя мемлекет туралы. Мемлекет деген дүние жүзіне мемлекет формалары деген тақырыпты өткенбіз. Сол кезде мемлекет болу үшін несі болу керек деді? Халқы болу керек, тағы. Бейі? Бейнемі? Жері, территориясы болу керек. Тағы. Өзінің басшысы болу керек. Тағы да тілі болу керек. Аламыз. 2 минут уақыт берейін, тез-тез дәптерге түсіріп алайық.
басқарған сақтардың басшыларын патша деп атаған. Сақтарда әлеуметтік теңсіздік болды, яғни бай, кедей деген кедей болып сақтарда бөлінді. Сақтардың халқын үшке бөледі екенбіз. Олар әскерлер, одан кейін абыздар, одан кейін қауым мүшелері. Бұларда сақтардың әскерлері әр топтың өзінің үстеріне киетін киімдерінің түсі болған. Тербету сәті, яғни бұл кім жылдар деп аталады. Қазір екі топқа бөлініп отырмыз. Сендер автомеханик болғандықтан маған осы тербету сәті ұнады. Автобөлшектердің атын айтамыз. Мысалға, есік десек, еден басталса, аяқ кіден аяқталады ғой. Екінші топ кіден басталатын кабина деген сияқты бөлшектерін айтамыз, иә? Кәнекей, бастаймыз, мына жақ бастайық. Автобөлшектің руль, Л. Лдан келетін қандай автобөлшектер бар? Луптың М'дан басталады. Мост. Аяғы T'дан аяқталды, иә? T'дан келетін. Тез. Тормоз. З'дан келетін. Лайктарыңызды беріп қояйық. Еске салып З'дан келетін. Тез айтамыз. З'дан келетін. Жоқ па? Терминдерді айта береміз. Запчасты. T'дан келетін. Тяга. A'дан келетін. Тез. Аккумулятор. Руль. Балалой. Радиатор дейді. Мына жақ екі рет айтсаңыздар, лайкты көп жинаған сайын балдар карбюратор мынандай кедергіге жолықтық. Сақтардың жоғарғы көсемі қандай қызметтер атқарды? Сақтардағы жоғарғы көсем қандай қызметтер атқарды? Саяси қызметтер және соғыс қызметтерін атқарды. Толықтырады. Сіздер Атыраудың автовокзалында неге келген? Атырау вокзалы. Сақтардың қандай әйел патшаларын білесіңдер дейді. Қолымызды көтеріп жауап береміз. Ерасыл жауап берші. Томирис пен Зарина дейді. Дұрыс жауапты көрейік. Хронологиялық шеңберін жазамыз. Түсінді ма? Яғни қай ғасырда пайда болды, қай ғасырда тарих бетінен жоғалды деген сияқты. Мына жерге сақтарды, мына жерге қаңларды, ешкілерді бұндардың хронологиялық шеңберін жазып шығамыз. Ал мына жерде сіздерге аталған алғашқы мемлекеттер көшпелі мемлекетінің қай үлгісіне жатады? Біз осы төрт мемлекетті айтамыз. Осының ішінде қайсы көшпелі жатады, қайсы ерте көшпелі империясына жатады, қайсы дамыған көшпелі империясына жатады. Соны тез анықтаймыз. Белгілеп болсақ, қай жақ бірінші болды, тез белгілеп болсақ айтайық. Қай топ болды? Болдыңыздар ма? Тек қана бұндарды жатқызамыз. Түсінікті болды ма? Болдыңыздар ма сіздер? Айта ғой, кім айта ғой, сақтар. Сақтар біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр, сосын 4-ші ғасыр аралығы. Аннолар біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр және 5-ші ғасыр аралығы. Үстіне 3-ші ғасыр, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр және біздің заманымыздағы 5-ші ғасыр, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдың соңы және біздің заманымыздағы Пікірлеріңізді жазып болсаңыздар, конвертке салып, қалтаға
Cay birbirlerinde iyice